Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз осында қазақша костюмнің кеуде бөлігін пішетін боламыз. Ол үшін бізге кез келген өлшемдегі көйлек немесе кофта қажет болады. Осы өлшем бойынша біз артқы бөлігін матаға түсіріп аламыз. Матаны екі бүктеуіміз қажет, және де тігіске қосымша бере отырып сызып аламыз. Міне біз қажетті өлшемімізді сызып алдық, артқы бойымыз, және осыны тігіске қосымша бере отырып кесіп аламыз. Міне бізде артқы бойымыз дайын. Енді осы өлшем бойынша алдыңғы бөлікті кесіп алуымыз шарт. Артқы бойдың мойын ойындысын оямыз, және де артына түйме немесе бейка қадау үшін ойық жасаймыз. Басымыз оңай киіліп шешілуі қажет. Және де осы өлшем бойынша алдыңғы бөлшекті кесеміз. Алдыңғы бөлшек пен артқы бөлшектің қатты айырмашылығы жоқ, тек қана иығы 1 см жоғары болады, және де қолтық ойындысы 0,5 см ойықтау болады. Осы бойынша біз алдыңғы бойды да кесіп алдық. Алдыңғы бойдың мойын ойындысын сәл ойығырақ етіп ойып аламыз. Міне біздің кеудешеміздің алдыңғы бөлшегі де осымен дайын болды. Артық жерлерін кесіп, қолтығын ойындысын ойып, реттеп аламыз. Енді біз жеңге көшеміз. Жеңді өлшеу үшін біз кофтамыздың жеңін матаға түсіреміз. Тігіске қосымша беруіміз шарт. Мен жеңді кеңдеу қылып алдым, себебі жеңнің ойындысына мен білек тұсына резина қадайым деп шештім. Міне бізде жеңді сызып алдық, енді оны кесіп аламыз. Жеңнің ұзындығын қалауларыңызша жасауларыңызға болады. Менде 35 см. Жеңнің кеңдігін мен екі бүктеген кезде 17 см етіп алдым. Өздеріңіз қалауларыңызша жасауларыңызға болады. Себебі менің матам өте созылмайды, сол себепті кең қылып жеңнің аузына резина қадап әдемі манжет ретінде қолданатын боламын. Міне біз жеңді де кесіп алдық. Енді жеңнің алдыңғы бойын сәл ойығырақ етіп, жеңнің аузын ойып аламыз. Енді біз кофточканың басқысына көшеміз. Басқаны мен матаны үш бұрыштап бүктеп, конус ретінде 40 см етіп, барлық бұрышынан белгілеп алдым. Сол 40 см-імді бір-біріне қосып, сызып шығатын боламыз. Сол кезде бізде шеңбер іспеттес сызық пайда болады. Сол сызық бойынан біз енді басқының ұзындығын қанша қажет, сонша етіп белгілеп сызып шығамыз. Тағы да менде 17 см етіп басқының ұзындығын белгілеп алдым. Және де осыны кесіп шығамыз. Міне біздің басқымыз дайын. Басқаның ені ұзындығы, яғни кофтамыздың енінен 2 есе болуы шарт. Себебі басқаны біз жиырып тігетін боламыз. Кофтаға жиырып орнатамыз. Міне біздің басқамыз да дайын болды. Енді оны қайшымен кесіп аламыз. Осымен барлық бөлшектерді бір-біріне қосып шығамыз. Яғни басқаны жиырып кеудеге отырғызатын боламыз. Барлық детальдарды бір-біріне қосып тіктім, және де кофтаның мойнын бейкамен өрнектедім, және де қажетті ою өрнектерді жапсырып, беліне белдік жасадым. Басына бас киім жасағасын міне әдемі қазақша костюм болып шыға келді. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.